GPS навигатордың адамдардан қандай артықшылығы бар, білесің ба? Елестетші, сен жолда келе жатсың и байқамай поворотыңды өтіп кетесің. Сол кезде GPS саған: ой, сен адам болмайсың, дұрыстап қарамайсың ба жолыңа, сен мына түріңмен баратын жеріңе жетпейсің демейді ғой. Ол не дейді? Маршрут басқаша құрастырылды дейді. Бірақ біз өзіміз қателескен кезде біз не дейміз? Емтиханнан құласам, басым жетпейді, жұмыста қате жасасам, қабілетім жоқ. Егер қарым-қатынаста бір нәрсе дұрыс болмаса, значит, менде что-то не то деп ойлаймыз. Негізі қате ол просто информация. Қатем нені көрсетеді? Менің таңдаған жолым қалаған жеріме жеткізбейді. Бітті. Жолда тоқтаудың қажеті жоқ. Мен ары қарай жүруге лайықты емеспін деп керек емес. Не істеу керек? GPS навигатор сияқты болу керек. Маршрутты жаңадан құрастырып, жолымызды жалғастыра беру керек. Қате стоп деген белгі емес. Ол бағыт көрсететін белгі.